Баршаңызға қайырлы күн. Сіздермен Гаухар. Бүгін жасалу жолы оңай, шаймен ұсынуға болатын осындай өте дәмді десертті жасайтын боламыз. Видеоны соңына дейін қараймыз. Алдымен грек жаңғағын, черносливті жақсылап жуып тазалап аламыз. Жаңғақ кепкеннен кейін видеодағыдай ұсақтап тураймыз. Келесі кезекте черносливті де дәл осылай турайтын боламыз. Өзіңізге ұнайтын кез келген жаңғақтарды пайдалануға болады. Сонымен қатар банан, құлпынай, кивиді де пайдалануға болады. Келесі кезекте майлылығы, яғни проценті 25%-тен жоғары қаймақты пайдаланамыз. Қаймақ міндетті түрде қою болғаны жақсы. Сол кезде біздің десертімізді сұйық болмай, қою болып шығады. Біздің қаймаққа енді өзіңізге ұнайтын кез келген сгущенканы және де туралған жаңғақты, черносливті, одан кейін үйде менде осындай ұсақталған арахис та бар екен, ол арахисті да қостым. Сгущенкадан три желания рогачев сгущенкасын пайдалануға кеңес беремін, өйткені бұл сгущенкалар қою болғандықтан десертіміз қатты сұйық болып кетпейді. Бетіне клубника, бананды да сепсеңіздер болады, міндетті түрде жасап көріңіздер, ас болсын.